Кеш жарық құрметті ата-аналар, сіздердің балаларыңыздың ұйықтар уақыты жақындап келе жатыр. Бүгінгі күні мен сіздерге балаларға арнап жыл басы атты ертегін оқып бермекшімін. Биыл мінекей 2026 жыл туды. Сол қаңтар айының 22 күні өтіп кетті. Биылғы жылы біздің жыл басындағы ең сондай момын жылқы жылы басталды. Әзірге бұл енді жаңа жыл деп аталады, бірақ біздің жаңа жылымыз 14-ші наурызда, наурыз мерекесімен басталады. Жылқының қандай жануар екенін білесіздер сіздер. Өте сондай ақылды, адамға пайдалы, жесе еті бар, ішсе қымызы бар, жексе көлікке жүреді. Оның жылда төлдейді, адамға көп пайда келеді. Сондықтан мынау осы жылқы болсын, қай жыл басына енген жануарлар қалай осы жыл басына енді, соны біз қазір осы ертегі арқылы білеміз. Сәт сапар барлығымызге. Ертегінің аты жыл басы. Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жыл қайтыпты. Мен алысты жақын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтады, сен адамдардың жұмысын қылсаң сұлы шөп, асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, не шайшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сиыр айтады, адам егін ексе, мен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сол кезде қой айтады, мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ дейді. Ит айтады, мен болмасам сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташымын. Дұшпан көрінсөріп, абалап немесе хабар беремін. Тауық айтады, мен болмасам кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса жатар мезгіл болды деп тағы шақырам. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, біртүрлі қулық ойлап, жиылған көпке былай дейді. Бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері қарап тұрғанда түйесінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда ең биікте отырған тышқанды көріп еш нәрсе демепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, құр қалыпты. Мінекей ертегіміз осылай. Жылқы қалай жыл басына басы болды, қой қалай болды, сіздер білесіздер. Бізде жыл басында 12 жануар бар. Не жылда олар 365 күн 6 сағаттан кейін ауысып тұрады. Мінекей біздің енді 2026 жылымыз жылқы жылы. Енді балалар, ата-аналар жылқы жылының қандай болатынын сынап көрейік. Әзірге жыл жақсы басталды. Енді қазіргі 2-3 күн аяз болып тұр. Бұл аязды өтеді, күн жылынады, жаздың көктеміміз қалай болады? Қысымыз ұзақ бола ма, көктеміміз жеңіл бола ма, жазымыз сулы бола ма, жаңбырлы бола ма, күзімізде біздің бүкіл жеміс жидегіміз барлығы пісіп, егініміз пісіп, бізді тамағымызбен қамтамасыз ете ме? Егер егін болса,
өздеріңіз білесіздер, біздің соғымымыз болатын. Сондықтан құрметті қалайық, құрметті ата-ана, құрметті балапандар, кішкентай осы ертегіні оқып, осыдан бір нәтиже шығарып, ойлап, жылдың қай жылдан кейін келетінін біліп, өзіміз осы ертегіден бір өзімізге керемет бір қорытынды жасайтын болайық. Сонымен ертегіміз аяқталды. Көріңіздер, тыңдаңыздар, лайк басыңыздар. Мен егер сіздер осы көріп отыратын болсаңыздар, мен ертегімді ертең тағы да жалғастырамыз. Сау болыңыздар.